Сіз велосипед жүргізудегі ең қиыны педалін айналдырып бастау екендігін байқадыңыз ба? Велосипедтің қалай және неге артқа емес, алдына қарай жүретіндігі жайлы ойландыңыз ба? Басқалар секілді бұл жайлы бас қатырмаған шығарсыз. Бұл сұрақтардың жауабы тек 17 ғасырда Ньютон қозғалыстың негізгі заңдарын сипаттағанда табылды. Ол денелердің өзінің халін сақтайтындығын түсінді. Яғни велосипед тұрса, ол тұруын жалғастырады, ал егер қозғалса, қозғалысын жалғастырады. Яки қозғалыстағы денелер қозғалады, ал тыныштықтағы денелер тыныштық қалпында қалады. Бұл Ньютонның бірінші заңы. Ол инерция заңы деп аталады және бұлай тұжырымдалады. Қозғалыстағы денелер жылдамдығын немесе қозғалыс бағытын шұғыл өзгерте алмайды. Дәл осы инерцияны біз велосипедке отырып, педалін айналдыра бастағанда еңсеруіміз қажет. Біз инерцияны қалайша жеңе аламыз? Бұған түсініктеме Ньютонның екінші заңында бар. Бұған сәйкес, күш масса мен үдеудің көбейтіндісіне тең. Яғни инерцияны жеңуге сіздің педальды айналдыруға жұмсаған күш көмектеседі. Қаншалықты тез айналдырсаңыз, соншалықты үдеудің шамасы да артады. Енді соңғы сұраққа көшейік. Неге ол алға қарай қозғалады? Ньютонның үшінші заңына сәйкес, әр күшке қарсы күш бар. Резеңке доп жерге түскенде не болады? Доп жерге белгілі бір күш түсіреді, ал жерден оған тең әсерлі күш қарсы әрекет етеді. Бірақ оның бағыты жоғарға қарай бағытталған. Сондықтан доп секіреді. Доп пен жер күш пен қарсы күштің жұбын құрастырады. Велосипед болса, сағат тілі бағытымен айналады және жерді артқа қарай ығыстырады. Бұл қозғалыс. Ал жер болса, велосипедтің дөңгелегін алдына қарай бағыттайды. Бұл кері қозғалыс. Велосипедтің екі дөңгелегі осылай қарама-қарсы күштер тудыру арқылы жұмыс жасайды. Жер үлкен, сондықтан велосипедтің үдеуі оған айтарлықтай әсер етпейді. Ал жердің велосипедке әсерінен ол алдына қарай жүреді.